дейді. Сонымен бір жігіт үйленіп жатыр. Үйінде дайындықта. Болды, аппарат істеп тұр, тойға дайын. Қыздар қайда беріңдер? Аппарат дайын. Досым, үйлен тойға аппарат бәрі дайын, енді мына жерді жинасақ болды. Ей! Таза емес, мына жерді жинайық деймін. Біреу келеді ма? Жоқ, 365 адам келіп жатыр. Біреу ше. Оң қол болса емес екен, келе алмайтын көпті біреу. Денің салма, микрофонға жармаған бәле. Қойды қойын ана. Көп қуат екенсің ғой, Ернұрдың тойы болып жатыр. Бәрі керемет болу керек. Өзі бірінші рет үйленіп жатыр ғой Ернұр. Екінші рет үйленіп қойы бар ма не? Сенке бір адам микрофонмен бар ғой. Қандай екінші рет бірінші үйленіп жатыр, осы тойды аман есен өткізіп жатыр, қуасың ба? Тоқтасын, өзі әке-шешесі үйленген ба? Жоқ, әке-шешесі дос болып араласады ғой. Ей, бәрі дұрыс болу керек, бәрі керемет болу керек. Айтып отырмын ғой, мына жердің бәрі гүлдендіру керек, мына жерге машина келу керек, мына жерге... Гуччи аяқ киімі oldu. Кім? Көршінің қызы. Көршінің қызы керемет еді, әкесі оны шиваған. Барлығы дайын болу керек. Қазір Ернұр қайда кетіп қалды, Ернұр? Ол келді ғой. Не болды? Бірден бүдірген болыңыздар, настроение жоқ болды. Үйленбейтін болдым. Неге? Қыз болмай шықты. Не сонда бала болып шықты ма не? Ондай болма ма, қуасың ба? Не айтып жатсың? Қыз бала болып шыққан несі? Енді Мисс Қазақстан болып балдарда шығып атқан жоқ па финалға? Ондай нәрсе ұялмайсың, қыз бала, Мисс Қазақстан деп ондай нәрсе сахнада айтуға болмайды. Неғып болмайды? Біз сонда сахнада айтуға ұялады екенбіз да, өмірде қыздар балдар соны істеп жүрсе, олар ұялмай ма не сонда? Ұялу керек болар, дұрыс па? Не болды? Басқара болды ба? Дұрыс емес па? Ернұр, сабыр, көрініс ойнайық адам. Болды, как? Міне список тізімді дайындап қойдым, қазір керемет болу керек. Не қылды енді? Қыз керек, ата-анама айтып қойдым мен. Ертең бет ашар уже. Жоқ, қыз жоқ. Уайымдамашы, үйленесің, қыз көп қой, табамыз. Кім бар? Айгүл бар еді ғой, Айгүл ма? Қумаш, Айгүл әпше 37-те ғой, 2 баласы бар ғой, болмайды ғой. Болмайды ғой? Айдан авардым да жерінде бантик бар. 3-ші класс оқитын ба? Басың істей ма сені? Болмайды ғой. Басқа біреу керек. Гүлжан бар. Гүлжан болмайды онда, болмайды. Болмайды. Басқа жақтықын айташы, басқа жақтықын. Кім бар еді? Кім жаңа? Айжан ба? Айжан ба? Айжан бе? Айжан болмайды, көке Айжан. Айжан ау? Болмайды. Байзақова ше. Жоқ. Болмайды ғой. Соған бола мені шақырасыңдар ме? Өздері шешіп алмайсың, өздері проблема бар. Мен айтып болмайды. Өздері табандар, болмайды. Кімді? Біреу бірдеңе. Салтанат істегендер салтанатта. Болмайды. Салтанат сіздің әйеліңіз ғой. Көке, сіздің әйеліңіз ғой, болмайды ғой. Көрсінші әліп бір келе. Шешеммен бар. Болмайды ғой. Бала береді. Бересілам саған. Болмайды ғой. Болмайды, көке, болмайды. Тоқалға жылан егет жүрген айтса кішкене. Неге? Тоқалға жылан егет жүреді кішкене деймін. Болмайды ғой, бізге өткізбейтін шығарсыз. Табылған, енді сол маған айтасыңдар мен. Болды, жарайды. Маған айтасыңдар мен, өздері тұр. Сізге бір... Жанар ше, жанар. Жанар, болмайды. Жанар ше, Қайсы? Сол қандай екен білмейсің ғой сен. Қандай? Тамақтай. Мынада аяқ сәл, аяқ бит басады сәл. Бит жүрген. Енемеген болмайды ғой. Болмайды. Бүкіл семьясы биғат етіп өткенес болмайды ғой, жынды ма? Қыз табылады, уайымдамашы. Кім бұл? Көршің ғой? Ұлан көке ғой, көрші. Тоқта айтпақшы, көршінің қыз бар емес пе? Қандай? Аты кім еді? Айманша, Айман. Айман деген көршің қыз, вот сол, алайық, нормальный қыз. Бақсың істей ма? Ол әкесі кім екен білесің ба сен? Кім әкесі? Әкесі
әкесі оның аңшы ғой білесің ба? Не? Ол деген кәдімгідей білесің ба? 100 метрде тұрған баклашка бар, ол берген ұлы. 100 метр ара қарсыда тұрған баклашка бүйтіп кетіп бара жатқан бір 100 метр баклашканың қасында өтіп бара жатқан адамға тиісе салады ол. Болмайды ол. Баклашка тиісе алмай қалады да, оны тиісе береді ғой енді. Ол не істейді ол? Болып Ол аңшы ол. Аққу атады, қаз атады ол, үйрек атады, бәрін атады ол. Енді не қылады ол ішіне? Мысалы, қарашы үйрендім деймін да мен, үйрендім мысалы, ұрысып қалдым ана кіммен, Айманмен ұрысып қалдым. Әкесі маған келеді, дұрыс па? Көкем маған келеді. Мен сені айтасың ба? Не қылады ал, не қылады? Сөйтеді де ол келеді де білесің ба, сені алады да қолыңды сындырып тастайды. Қолым жоқ па сонда менің? Аяғыңды быт шап сындырып майдалап тастайды. Аяғым да жоқ па? Ана денеңді тіліп быт шығарады. Дене басым ше. Басыңа тиіспейді. Бас аман болса болды әйтеуір, балқын басқасы болады. Алай қарай кеттік, қазір біз Айман әкелеміз, басқа вариант жоқ. Өзімен үйленесің, өзі алып алың, қыз таппаған, сен күнәсің Айманда. Не айтамын мен? Ай балам, қатпадың ба? Қатпадың ба? Қойшы, мам, шул болды тастап кеткен мен, не айтасың? Мен саған жаурап жатқан жоқсың ба? Жоқ, жаурап жатқан жоқ, мам, жаурап жатқан жоқ. Не ашып жатқанда мама да келіп. Айран ба. Өтеліде бит қойым айырып кетті. Көрші, енді балам үйленіп жатыр. Дұрыс, молодец. Үйленген дұрыс. Не келе? Кім? Амандас көрдің. Ассалаумағалейкум. Жақсы көкем. Қалай? Осы одағы өсіп кеткен. Не өсіп кеткен? Өсіп кеткен, өсіп кеткен, үйленен. Ой өсіп кеткен. Ой өссе ол да өседі ғой. Өсе береді ғой. Бірімен жағаластырып өседі ғой. Ұсталып қалсақ өспейін деп тұрып қой. Ұсталып қалсақ Көрші, қазір құдалар келер. Құдағи өзім күтем. Тоқта. Құдағи өзім күтем. Маған айтты кеше звондап, құдағи өзім күтем. Ұлы келгенде құдағиның аяғын жерге тигізбей, ішкізіп, жегізіп, массажға апарып, шөптің арасы, далада табиғаттың аясында ішкізіп, өзім жатқызып, өзімден күтіп аламын ғой. Мен Сен құда күтесің бе сен? құданың ба? Болмайды. Мен құданың. Бас құдаң менің ба? Мен күтем құдағи. Мен күтем? Мен күтем құдағи. Мен күтем? Мен сен бір сұрақ қоямын да? Қоям. Жауап берсең күтесің. Жауап бермесең мен күтем. Құда деген кім? Құда деген? Құда деген құдағы? Құда деген көрші ғой негізі. Қара жауабын ести алмадым. Құда деген құдағидің күйеуі. Болды. Ассалаумағалейкум. Бұяй қалай? Жақсы. Дұрыс. Көрші осы тойын жүргізеді. Осы той жүргізеді болды. Шешті. Жіберем деп ады. Трипл G дейді ма? Бірдеңе дейді. Не ал дейді? Трипл G дейді. Дұрыс давайсы. Трипл жейді ғой деп ішін әқылап біз бітшін шығайын деп. Іштеңге. Білмеймін ғой. Түсінбей жатыр ғой, не болады? Қызды көрейік, қызда кірсек. Қыз келеді. Әке, қайната, Қайната дейді, бір келатыр ма біреу? жоқ, көке. Сізде қайнатам болса екен деген ғой мен. Бір сізде қайнатам болса, шынымен бір болса, Көрші, аны құдалар ішпейтін болса Істейтін жоқ, как положено әкеп жатыр, Айман қазір. Мыналарда ішіп алып. Ұлан. Тұрпашы. Ұлан. Құдағи Ұлан. Ұлан осы сен түсінбеймін. Біздің үйде той бола қалса болды, сен бірінші жүресің ішіп алып. Мынау ғой бір шағырға біріншіге жайып бір Не мынау енді тойға дайындалмайсыңдар ма? Тойға дайын болшы репетиция. Құдағиларды күтуге репетиция ғой ертең. Бопты оғын қоя берші. Болды, я тұрады дайын. Өздерің дайындаңдаршы, әдемі болып жүрсеңдерші. Құдалардың алдында ұят болады ғой. Жақсы болады. Қыздап келдіңдер ма? Көрейік қызды. Қазір Айман дайын мені Айман. Кән Айман? Білмеймін ғой, жүгелі ғой. Кән Айман? Айман кән? Бізде? Кәні? Берген бе? болды. Сен қой Айман? Әдемі болдыңдар. Мә, Ұлан Сен сыман ям шығып кеткесін аны. Көгесін аны. Айман бұнда. Аймандан бас көрші. Қызды көрейік. Мені. Осында сен. Мені. Көке, жеңге, көрші. Мені. Айман келдің. Айман? Айман? Қызым. Құда? Құдағи деп мұ құда? Құдағиды өзі күтесің? Бердің саған? Өзім келіншегімді өзім қалай күтем міне? Күтесің білмеймін, жаңа құтылып қалдың мен. Сен
Бақсы қақты жүрдік қой, мағанасы боян исламға кетіп барады деп қой. Құдағиды өзі күтесің, ол қиын адам. Мен күте алмай алам. Құйсаңдаршы. Құйсаңдаршы. Неге? Құдағиды күту керек, соған дайындалу керек деп тұрып құйсаңдар. Бол, құяймыз. Бол, құй. Құяйық. Өлеңді бастайық. Рахмет, құрметті әділқазылар алқасы, біз дайындығымыз өте аз болып қалды. Мен кеше ғана 22-сі күні Замартас қалада, мейрамханада үйлену тойым өтті, үйлендім. Сауап болыпты біздікі. Мен енді үйленіп дұрыс тірлік жасадым деп ойлаймын. Енді біраз тірліктерден қап кеттім. Осы дайындыққа да келуге біраз қонақтарды шығарып салу керек болып жатыр. Күндіз ұйықтамайсың, түнде де ұйықтамайсың жаңағы. Сонымен енді көшеде жүріп қалып жүрмін деп жатқаным ғой. Енді құрметті достар, не үшін бұндай қыз ұзату, құдалы, қыз алып қашу туралы көрініс ойнады деп жатқан шығарсыздар. Бізбен бірге ойнаған Мықтыбек ұлан үйленді. Оның барлығын не болатынын түсінеді. Сіздермен бірге болған 2017 жылғы финалда екінші орын алып қалған Байдың балалары және 2017 жылғы финалда екінші орын алған Мегербис құрамасы вице-чемпиондары сахнада. Рахмет.